жолдан төреші келе жатыр. Орындарыңызда тұрыңыздар. Баршаңызға орындарыңызға отыруға рұқсат. Сот процесі ашық деп жарияланады. Айыпталушы Санжар Маратұлы, сізге Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297 бабының 1 бөлігі бойынша есірткі заттарын заңсыз тасымалдау айыбы тағылды. Прокурор мырза, сізге сөз берілді. Санжар Маратұлы 2024 жылдан 1 желтоқсанда есірткі заттарын заңсыз тасымалдау әрекетін ұсталды. Бұл әрекетті Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297 бабы 1 тармағы бойынша есірткі заттарын заңсыз тасымалдау айыбы тағылды. Айыпталушының бұл әрекеті қоғамдық денсаулық мен қауіпсіздік жүргізуіне үлкен зиян келтіреді. Сондықтан айыпталушыға 7 жыл бас бостандық айыбы жазасын сұраймыз. Қалайсың достым? Жақсы өзің? Жақсы. Не ол түрін әбіршіп кетті ғой? Сол, ақшадан қиналып жүрген болмаса, бәрі жақсы. Ақша дейсің бе? Ақшаны тез табу жолы бар. Бұл қалай? Белгілі бір заңды аласың, нақты жерге апарасың. Бұл заңды ма? Заңды ма, заңды емес пе, бәрібір. Саған ақша болса болды ғой. Бірақ мен бұрын бұндай істермен айналыспағам. Бұл қалай болады екен? Ешкім білмесе бәрі жақсы болады. Мен саған сенем. Жақсы онда Ермек, маған ойлануға мұрша бер. Жақсы, хабарлас. Ермек, саған ойлануға бір күн. Бірақ менде басқа амал жоқ. Маған дер кезінде ақша керек. Ермек! Менде басқа амал жоқ. Сондықтан мен келісемін. Жақсы таңдау жасадың. Хабарлас. Аға, сен өзің не тірлік жасап жүрсің? Не қыл дейсің? Үндемеш. Аға, тоқта, сенің қасындағаны Ермеген сені жақсы жаққа апармайды. Ермек саған не берсе де қабылдаушы болма. Миымды ашытпашы, Айжан. Аға, сенің есірткің сені ғана емес, отбасына да қайғы қасірет алып келеді. Есіңді жи. Не деп тұрсың, Айжан? Қайдағы есірткі? Мен ақша тапқым келеді. Есірткі дейді ғой ма? Аға, тоқта. Бекзат, анаң қара, Санжар жүр ғой. Жақсы. Сәлем, Санжар. Қалың қалай? Көптен көрінбедің ғой. Я досым, соңғы уақытта жоғалып кеттің. Бірдеңе болған жоқ па? Жоқ досым, не болар дейсің? Бәрі жақсы. Тек жұмыстармен жүрмін. Санжар, қандай жұмыс? Түрің шаршаңқы сияқты ғой. Досым, елімізден бірдеңе жасырып жүрсің ба? Жоқ достарым, сендерден не жасырайын? Санжар, егер де қиындықтарда тап болсаң, біз әрдайым сен қасындамыз. Біз көмек береміз. Я досым, біз сені жақсы танимыз. Бізге не болып жатқанын ашып айт. Ештеңе болған жоқ досым, уайымдамаңдар. Санжар, қолыңдағы зат не нәрсе? Бұл жай жұмыстарға керек заттар ғой, ештеңе емес. Санжар, Ермек сияқты адамдардың айтқанын істеп жүрген жоқсың ба? Санжар, егер де бұның барлығы шындық болса, барын тоқтат, бұл жол тек қайғыға ғана әкеледі. Біз сені жоғалтқымыз келмейді. Мен кейін сөйлесекші, қазір асығыс едім. Досым, тоқта! Олай жалғаса беруге болмайды. Бір күні Санжарды жоғалтып аламыз. Я, біз оған барынша көмек береміз. Ана, әке, мен сіздерге маңызды зат жайлы айтайын деген едім. Бұл Санжарға қатысты. Болды қызым, бірдеңе білсең жасырмай айт. Я қызым, балаң Санжардың соңғы кездері өзгергенін біз де байқап. Бір нәрсе білдіріп жүрген сияқты. Я, бірақ ашық ештеме айтпайды. Қасындағы Ермек деген досы оны жаман жаққа итермелейтін секілді. Не дейді? Санжар қандай тірліктерге араласып жүр? Біз бұл туралы түйе Санжармен сөйлесуіміз керек. Я, ата-ана ретінде сіздер онымен ашық сөйлессеңіздер, ол сіздердің арқаларыңызда жақсы жаққа итермеленеді ғой. Ол мені тыңдамайды, маған ештеме айтпайды, менен бәрін жасырады. Мен оны қатты алаңдап жүрмін. Мүмкін, ол бала қыспақтамай жай сөйлесу керек шығар. Санжарда қазір қиын кезең. Біз оны түсінуіміз қажет. Дұрыс айтасың, біз оның ата-анасымыз. Дұрыс жол көрсету біздің міндетіміз.
Сенің осылай алаңдағаның дұрыс қызым. Бірақ ата-ана ретінде сен бұл істі бізге таста. Біз өзіміз оны шешеміз. Жақсы, мен барып киімімді ауыстырып келейін. Ол бала үйде бұл мәселені біз дереу шешуіміз қажет. Санжар, балам. Не болып қалды әке? Балам, біз соңғы кезде сенің іс-әрекеттеріңе уайымдап жатырмыз. Бір нәрсе бүлдіріп жүрген жоқсың ба? Я балам, сен бізді түсін. Сен біздің соңғы үмітімізсің. Біз сені дұрыс жолдан тайдырмауымыз қажет. Немене? Барлығын келісіп алғансыңдар ма? Мен өз жұмысымды өзім шешем. Араласпаңыздаршы. Балам, оңай табыстан болса ешқашан жақсыға келмейді. Оны түсінетін уақытым келді. Не үшін? Мен не істеп қойдым? Сізден күдікті әрекет байқалды. Қолыңыздағы пакетті көрсетіңіз. Жоқ, бұл менікі емес. Маған тек осы жаққа қалдыруды тапсырды. Бұл есірткі заттары болуы мүмкін. Оны біз бөлімшеде біле жатармыз. Жоқ. Қазір бізбен жүріңіз. Жоқ, бұл менікі емес. Маған тек осы жаққа алып келуді тапсырды. Құрметті қатысушылар, сот залына төреші келе жатыр. Орындарыңызға тұрыңыздар. Баршаңызға орындарыңызға отыруға рұқсат. Сот процесі ашық деп жарияланады. Айыпталушы Санжар Маратұлы, сізге Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297 баптың 1 бөлігі бойынша есірткі заттарын заңсыз тасымалдау айыбы тағылды. Прокурор мырза, сізге сөз берілді. Санжар Маратұлы 2024 жылдың 1 желтоқсанында есірткі заттарын заңсыз тасымалдау әрекетімен ұсталды. Бұл әрекетті Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297 бабы 1 тармағы бойынша есірткі заттарын заңсыз тасымалдау айыбы тағылып отыр. Айыпталушының бұл әрекеті қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне үлкен зиян келтіреді. Сондықтан айыпталушыға 7 жыл бас бостандығын айыру жазасын сұраймын. Адвокат мырза, сізге сөз берілді. Құрметті сот, Санжар Маратұлы бұл қылмысты алғаш рет жасады. Және ол өзінің іс-әрекетінің салдарын толық түсінбеді. Айыпталушы өзінің қателігін мойындап, өкінетінін жеткізді. Отбасымен және қоғаммен байланысын үзбестен жазаны жеңіл тағайындауды сұраймын. Санжар Маратұлы, сіз не дейсіз? Мен осы істеген істеріме қатты өкінемін. Және де келешекте бұндай істермен ешқашан араласпауға уәде беремін. Ата-анама, достарыма өкініш әкелгенім үшін қатты өкінемін. Сіздерден барып сұрауым, мені кешіріңіздерші. Құрметті сот, менің ағам өзі үшін қатты өтінеді. Өтінем, бір мүмкіндік беріңіздерші. Біз оны жақсы жаққа итермелейміз. Құрметті қатысушылар, сот шешім қабылдау үшін үзіліс жариялайды. Құрметті қатысушылар, сот шешім қабылдады. Орындарыңыздан тұрыңыздар. Сот, айыпталушының алғаш рет қылмыс жасағанын және өкінуін ескере отырып, оған 297 баптың 1 бөлігі бойынша 3 жыл шартты жаза тағайындау туралы шешім қабылдайды. Бірақ бұл соңғы мүмкіндік. Егер ол тағы да қателік жасаса, қатаң жаза тағайындалады. Сот аяқталды. Достарымызды қиын кезде жалғыз қалдырмауымыз керек. Әрқайсымыз бір-бірімізге тірек болсақ, жаман жолдан аулақ жүреміз. Бұл оқиға бәрімізге де сабақ болды. Сондықтан дұрыс жол таңдауды ешқашан да таймаңыздар. Баламның жіберген қателігі біздің де қателігіміз. Енді өзімізге де, қоғамға да үлгі боларлық тәрбие көрсетеміз. Баламды дұрыс тәрбиелей алмағандай сезімдемін. Бірақ біз бәрін қайта бастаймыз. Ата-ана ретінде балаларымыздың жан дүниесін түсініп, оларға көңіл бөлу, ол біздің міндет, біздің парыз. Ағама көмектесе алмағанымды қатты қаншылып тұрмын. Бірақ енді ешкімнің ондай іс-әрекетке баруына мен мұрша бермеймін. Қазіргі кезде бір-бірімізді тыңдау, қолдау, ол өте маңызды. Қателік адамды құлатуы мүмкін. Бірақ оны түсініп, түзету арқылы қайта тұруға болады. Мен өз өмірімнің мәнін қайтадан табамын, және бәрін басынан бастаймыз. Бір-бірімізге қамқор болып, дұрыс шешім қабылдай үйренейік. Есірткіге жол жоқ. Есірткіге жол жоқ!